армысыздар. Бүгін Тоқаевтың жаңағыдай айтуы бойынша қазақ тілі, мемлекеттік тілі үлкен бір мәселеге айланбауы тиіс деп айтыпты. Болмаса бұл саяси бір сондай бір астыртын болып кетеді. Енді өз түсінгенім бойынша. Сонда не демек? Мен мемлекеттік тілде қызмет алуым үшін құқығым жоқ. Мен өз ана тілімде сөйлеу үшін мен ешқандай құқығым жоқ. Мен егер орыс сатушы тұрма, мен орыс тілінде сөйлеуім керек. Егер маған орысша түбіртек, орысша келісім шарттар, орысша қандай да бір құжаттар келсе, демек мен соны үндемей бір жерімді қысып толтыруым керек. Мен нанны жек көрем да. Түбегейлі федерацияға кіріп, орыс колониясы деп ресми түрде болып кету керек. Болмаса егемендікке күресіп, қазақ мемлекеті тәуелсіз егемен мемлекет болып, қазақ ұлты, қазақ мемлекеті, қазақ саясаты, ұлттық сана, ұлттық намыс өз орнына кәдімгідей қасық болып қадалу керек. Бұндай екіжүзділік, бұндай қалай жаңағы психологтар айтады ғой, жаңағыдай жұмсақ болыңдар, иілгіш болыңдар. Мұндай болмайды бұл жерде. Саясат па? Саясат олай солай. Қалай сонда? Сен орыс көрсің ба? Орысша сөйле. Сен Қытай көрсің ба? Қытайша сөйле. Сен инопланетянистер көресің ба? Соның тілінде сөйле. Түбегейлі қазақ ұлтын таптап тұр ғой, былай қарағанда. Ар емес, бер емес, бір екіжүзділік.